Зейнеткер қарияларға тағы бір қуанышты жаңалық. Оларға ай сайын зейнетақыларына қосымша 50 мың теңгеден берілмек. Оны кім береді және жас шектеуі бар ма? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Бұған дейін де талай жанның қуанышына сеп болған Атымтай Жомарт Тұрсынғали Алагөзов тағы бір қуанышты жаңалығымен бөлісті. Белгілі кәсіпкер Голландс Ботлерс компаниясының жетекшісі Тұрсынғали Алагөзов корпоративтік жаңа жыл кешінде ерекше шешім қабылдағанын хабарлады. Ол компания қызметкерлерінің 65 жастан асқан ата-аналарына ай сайын 50 мың теңгеден зейнетақы төленетінін мәлімдеді. Белгілі кәсіпкердің бұл жаңалығы көпті қуантты. Әрине, компанияда жұмыс істейтін мамандар қарт ата-аналарына осындай қамқорлық жасаған үшін кәсіпкерге алғыстарын жаудырды. Тұрсынғали Алагөзов жыл қорытындысы барысында әріптестерін алдағы мерекемен құттықтап, компанияның жетістіктерін атап өтті. Кештің ең күтпеген сәті қызметкерлердің ата-анасына бағытталған әлеуметтік қолдау туралы жаңалық болды. Әрбір ата-ана компания үшін құнды қызметкер тәрбиелеп өсіргені үшін ай сайын компания есебінен 50 мың теңге алатын болады, деді кәсіпкер. Залдағылар бұл шешімді ұзақ қол шапалақпен қарсы алды. Компания басшысы мұндай бастама ұжымдық мәдениетті нығайтып, қызметкерлерге деген құрмет пен қолдаудың жаңа деңгейіне шығаратынын атап өтті. Алагөзовтың бұл ұсынысы әлеуметтік желі қолданушылары арасында да қызу талқыланып жатыр. Оның жомарттығына тамсанып қолдау білдірушілердің қатары көп. Әрине, саналы ұрпақ тәрбиелеп өсірген. Әрбір ата-ана қандай құрметіңізге де лайықты. Оларға әлемнің бар жақсылығын жасаса да артықтық етпейді. Ал елімізде Алагөзовті орап алатын дәулеті бар байлар жеткілікті. Бірақ олар қайырымдылық жасауға келгенде тұсаулы аттай кібіртіктеулі. Әлде байлығын әлдекімдермен бөліскісі келмейтін болар. Қалай болғанда да 50 мың теңге көп мәселені шешіп тастамас. Алайда аз ғана көңіл талай жанның жүрегіне жылу ұялатары анық. Бұның алдында ғана компания қызметкерлеріне 100 дана пәтер сыйлаған Алагөзов алдағы уақытта да әлі талай таң қалдырары сөзсіз. Қызметкерлері үшін жасап отырған жақсылығы талай жанды қуантып отыр. Бұған дейін де пәтерден бөлек компания қызметкерлеріне көлік сыйлаған болатын. Атымтай Жомарттың мұндай жомарттығы алдағы уақытта да жалғасын табатын болады.